Түсіндіріп кетейін. Мына жерде столдың бетінде гүлдер тұр. Ол гүліміздің бетінде сандары жазылған. Сол сандарымызға біз қолымыздың бетіндегі нүктелерді санау арқылы орнын табамыз, я? Кәне, балалар, табайықшы орнын. Кәне, қолымыздың саны қанша, Амир? Бір, жарайсың. Мына қолымыздың үстінде нүктелері қанша? Төртеу, жарайсың, Амир. Мариям, мына қолымыздың үстіндегі нүктелері қанша? Санайықшы кән? Бір, екіне, жарайсың. Балалар, түсіндік қой, математика сабағынан, я? Түсіндік па, Амир? Математика сабағынан біз нені жасадық? Пішіндерімізді алып, өз орындарына орналастырдық, я, балалар, я? Мынау қандай пішін? Мынау қандай пішін? Төртбұрыш. Я, дұрыс айтасың. Балалар, бүгін біз математика сабағына нені жасадық? Мынау қандай пішін? Қандай пішін мынау? Алинур, айта қойшы. Төртбұрыш. Мынау қандай пішін? Айбар, айта қойшы. Жарайсың, Айбар. Мынау қандай пішін? Ару, айта қойшы. Үшбұрыш дейміз. Жарайсың, Ару. Мынау қандай пішін? Раяна, айта қойшы. Шаршы. Жарайсың. Балалар, сендер бүгін не жасадыңдар? Біз пішіндерді орнына орналастырдық, я? Орнын таптық, я? Қанша болды? Үшеу болды. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бізге бір дыбыс естіліп тұрады, я, балалар, я? Ненің дыбысы екен бұл? Балалар, бұл не? Жоқ, емес. Ненің дыбысы естіліп жатыр, балалар? А? Не жатыр? Не болсын? Сәлем, балалар. Қалайсыңдар? Ерекелерің қандай? Еркелер әдемі болып отырсыңдар сендер. Сендерде қандай сабақ? Математика сабағына неге жатсыңдар сендер? Сыйлық. Мен бұл жаннан апайларға сыйлық әкелдім. Сол сыйлықты сендерге сыйлағысы келіп тұр екен. Қабыл алғыларың келе ма сыйлықты? Онда мен сендерге тапсырма алып келдім. Сол тапсырманы кім орындайды, соған сыйлық тапсырып кетемін. Жарайды ма? Қай тапсырманы қай топ жақсы орындайды, сол топқа бізде күлкі сыйлық әкелді, балалар, я? Міне, балалар, тапсырманы ата-анаға беремін. Балалар, қазір бәріміз күлкі сендерге әкелген сыйлығы тапсырмаларын орындап
бес, осы түркі мәселені Алды бермей қоямын сендерге қазір. Отыр, кімді? Қане? Кімнің сыйлық алғысы келеді екен? Айбар, Қолымызды аяғымызды жинайын. Жанар апайына жәрдем берсең, не? Қандай сен әкелген тапсырмалар бар екен, конверттің ішін ашып көрейік мұны балалар. Қазір қолмен ұстамаймыз, балалар, мен сендерге түсіндіріп өтемін, шартымыз бер. Ападан Шартымен сендерге қазір түсіндіріп кетемін, балалар. Балалар, түркі бізге бүгін біз математика сабағынан жемістерді сандар қатарына қойып шығамыз. Бірінші сан 1-ден 5-ке дейін столымызда орналастырылған. Қарайықшы, 1, 2, 3, 4, 5 саны. Осы сандар ретімен біз жемістерді қойып шығамыз. Бірінші санымызда қандай жеміс тұр? Банан. Қанша банан тұр? 3. Ал 2 санында қандай жеміс тұр? 2. Құлпынай тұр екен. Неше құлпынай тұр екен? 2. Жарайсың, еркен аз. 3 санымызда неше алмұрт тұр? 3. 4 санымызда неше алма тұр екен? 4. 5 санында неше шие тұр? 5 санымызда неше шие тұр? 1, 2, 3, 4, 5 шие тұр екен. Жарайсыңдар балалар. Biz 20 yaşlı sandal bulasın. 20 сазбен сандар жасадық. Қандай сандар жасадық? Жомарт айта қойшы. 1, 2, 3, 4, 5. 5 жарайсыңдар балалар.